9-шы сабақ. Сәлем балалар. Сабақты бастаудан алдын каналға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық. Мен сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер сол жауаптармен дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Видеоны көріп үлгермей жатсаңдар, видеоны қайтадан көрулеріңе немесе тоқтатып тұрып жазып алуларыңа болады. Х дыбыстары. 43-ші тапсырма. Кестедегі сөздерді оқы. Қала, құрал, қырман, қағаз, қайық. Халық, хикая, хан, хат, хабар. Қаһарман, жиһаз, гауһар, жаһангер. Қ, х дыбыстарының айтылуын өзара салыстыр. Олардың айтылуындағы ерекшелікті байқа. Х, хаш әріптері бар сөздерді көшіріп жаз. Олардың айтылуын есте сақта. Х әріптері бар сөздер: халық, хикая, хан, хат, хабар. Осы сөздерді көшіріп жазамыз. Хаш әріпі бар сөздерге қаһарман, жиһаз, гауһар, жаһангер. Осы сөздерді көшіріп жазамыз. Х, хаш қатаң дауыссыз дыбыстар. Х сөзінің басында және ортасында кездеседі. Хан, саяхат. Хаш сөздің ортасында және соңында кездеседі. Гауһар, мәшһүр, мох. 44-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Ізет. Сабира әжей немересіне Хадишамен көшеде келе жатқан алдарынан бір жас жігіт шыға келді. Сабира әжей оны күтіп тұрды. Әже, өте беріңіз, деді жігіт. Жоқ, сен өт балам, жол сенікі. Жігіт өтіп кетті. Хадиша әжесіне ренжіді. Өзінен кіші жігітке жол бергені несі? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар, қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деді әжей. Немересінің ойын сезгендей Хадиша ойланып қалды. Мәтін неліктен ізет деп аталған деп ойлайсың? Өйткені үлкен адам кіші балаға ізет көрсетіп тұр. Өзіңнің үлкен адамдарға жол бермеген кезің болды ма? Мен үнемі өзімнен үлкен адамдарға жол беремін. 45-ші тапсырма. Сөздерді көшіріп жаз. Жаһан, қаһарман, мархабат, халық, хоккей, хан талапай, қала, қырман, қағаз. Сөздердің мағынасын түсіндір. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздікпен біліп ал. Өзің қалаған сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Біз бір апта қалада болдық. Жанна қағаз қиындыларынан керемет өнер туындысын жасады. Аяна халықтың алдында ән салды. Аяу хоккейден бірінші орын алды. 46-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, жаңа сөздер жаса. Кітапхана, асхана, дәретхана және тағы басқа сөздер. Бұл сөздердің мағынасын түсіндір. Кітапхана – ол кітап оқитын үлкен көлемдегі кітап бар бөлмелерді кітапхана деп айтамыз. Ондай кітапхана қалаларда өте көп орналасқан. Балалар, сендер кітапханаға барып көрдіңдер ме? Комментарийға жазып кетейікші. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Түсінбей қалған тапсырмаларың болса, комментарийға жазып сұрай берулеріңе болады.